Сәлеметсіздер ме? Мен Альханова Айгүл Төлетаевна. Қарағанды облысы білім басқармасы, Шахтинск қаласы білім бөлімі Алихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінде бастауыш сыныпқа сабақ беремін. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы көлем сыйымдылық. Көлемнің өлшем бірліктері. Сабақтың мақсаттары: көлем сыйымдылық, өлшем бірліктерін салыстыру және шамалар мәндер мен амалдар орындау. Ұзындық, масса өлшем бірліктерін олардың арақатынасына сүйеніп түрлендіру. Құндылықтарды дарыту, оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыру. Ал енді балалар, алдыңғы тақырыпты бекіту мақсатында шамалардың өлшем бірліктерін сәйкестендірейік. Ал балалар, қарайық, бізде өлшем бірліктері берілген. 2 метр неше дециметр? Дұрыс, балалар, 2 метр 2 дециметр. Келесі, 5 метр неше сантиметр болады? 5 метр 500 сантиметр. Жарайсыңдар, балалар. 3 дециметр неше метр болады? 3 дециметр 3 метр болады. Жарайды, балалар. Келесі, 3 метр қанша сантиметр? 3 метр 300 сантиметр. Жарайсыңдар, балалар. 500 килограмм қанша центнер? Дұрыс, 500 килограмм 5 центнер. 6 центнер қанша килограмм болады? 600 килограмм болады. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, өткен тақырыпты қайталап болдық, енді жаңа тақырыпқа көшейік. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы көлем сыйымдылық, көлемнің өлшем бірліктері. Тақырыпты бастамас бұрын iMектеп платформасындағы келесі видеоны тамашалайық. Көлемді сумен өлшеп көрейік. Қалай ойлайсың, қандай ыдыста су көп? Дұрыс, үлкен ыдыста су көп. Қандай ыдыста су аз? Дұрыс, кішкентай ыдыста су аз. Қандай ыдыста су көп, немесе аз екенін қалай анықтауға болады? Ол үшін көлем өлшем бірлігі литрді пайдаланады. 2 ыдыстағы суды өлшейміз. Өлшеуіш ыдысқа құйып, салыстырамыз. Бірінші ыдыстағы сұйықтық екіншідегіге қарағанда көп екен. Сонымен, балалар, көлем бұл ыдыстың және заттың ішіндегі сұйық заттармен толтыруға болатын кеңістік. Көлемнің өлшем бірлігі литр, қысқаша белгіленуі лам. Көлемді өлшейтін құралдар ол ыдыстар. Енді, балалар, оқулықпен жұмыс. Бірінші тапсырма: ыдыстардың көлеміне қарай салыстыр. Не байқадың? Бұл жерде алмұрт шырыны, алма шырыны, шие шырыны және 1 литрлік ыдыс бар. Олай болса, алмұрт шырыны мен алма шырынын салыстырайық. Алмұрт шырыны 3 литр, ал алма шырыны 2 литр. Екеуін салыстыратын болсақ, 3 литр көп болады. Ал енді, балалар, алмұрт шырыны мен шие шырынын салыстырамыз. Алмұрт шырыны 3 литр, шие шырыны 1 литр. Екеуін салыстырсақ, 3 литр артық болады. Енді, балалар, алма шырыны мен шие шырынын салыстырайық. Алма шырыны 2 литр, шие шырыны 1 литр. 2 литр мен 1 литрді салыстырсақ, 2 литр артық екен. Ал енді, балалар, шие шырыны мен 1 литр ыдысты салыстырамыз. Шие шырыны 1 литр, ыдыс 1 литр. Қалай ойлайсыңдар?
Қайсы артық болады? Дұрыс, екеуі тең болады. Жақсы, енді келесі тапсырманы құм сағаты ойын арқылы орындаймыз. Ал балалар, құм сағат ойыны. Қараңдар, суреттегі ыдыстарға қара, сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Балалар, бидоннан әр ыдысқа неше литр сүт құюға болады? Дұрыс, балалар. Бидонның өзінде 10 литр сүт бар. Олай болса, бірінші ыдысқа 3 литр, екінші ыдысқа 3 литр, үшінші ыдысқа 2 литр, төртінші ыдысқа 1 литр сүт құюға болады. Бидонда 10 литр сүт бар, ыдыстарға байланысты 3 литрлік, 2 литрлік, 1 литрлік ыдыстар бар екен. Келесі сұрағымыз. Бидонда сүт қала ма? Көрейік, балалар. Дұрыс, балалар. 3 литр. Қосу 3 литр, қосу 2 литр, қосу 1 литр, болады 9 литр. Сонда бидонда сүт қалады. Я? Келесі сұрақ. Егер қалса, неше литр сүт қалады? Дұрыс, балалар. 10 литрдан 9 литрді азайтқанда 1 литр қалады. Тамаша, балалар, жарайсыңдар. Келесі 5-ші тапсырмаға назар аударайық. 34 литр мен 18 литрдің қосындысының мәні, олардың айырмасының мәнінен неше литр артық? Ең алдымен қосындысын анықтайық. 34 литр қосу 18 литр. Бірінші, 34-ті 30 бен 4-тің қосындысы деп аламыз. 18 санын 10 мен 8-дің қосындысы деп аламыз. Сонда біз 30 бен 10-тықтарды қосып аламыз. 30 қосу 10, сосын бірліктерді қосып аламыз. 4 қосу 8. 30 қосу 10 болады бізде 40, 4 қосу 8 болады 12. Жауабы 52. Сонда бізде қосындысының мәні, 34 литр мен 18 литрдің қосындысының мәні 52 екен. Енді айырмасының мәнін тауып алайық, балалар. 34 азайту 18. 34-ті 20 және 14 деп аламыз. 18-ді 10 және 8 деп аламыз. Ал 10-тықтарды азайтып аламыз. 20 азайту 10, қосу бірліктерді азайтамыз. 14 азайту 8. Сонда 10 қосу 6 болады 16. Дұрыс, балалар. Енді осы қосындысының мәні мен олардың айырмасының мәні неше литр артық екенін біліп алуымыз керек. Ол үшін 52-ден азайтамыз 16-ны. 52-ні 40 пен 12 деп аламыз, ал 16-ны 10 мен 6 деп аламыз. Сонда 40-тан 10-ды азайтамыз, 12-ден 6-ны азайтамыз. 40-тан 10-ды азайтқанда 30, 12-ден 6-ны алғанда 6. Жауабы 36. Дұрыс, балалар. Енді келесі тапсырмаға көшеміз. Кесте бойынша теңдеулер құр. Оларды шеш. Бұл жерде азайғыш, азайтқыш айырманың мәні берілген. Олай болса, бірінші теңдеуді қарап алайық, балалар. Бірінші теңдеу бізде белгісі сан y, азайғыш, азайтқыш 24, айырманың мәні 63. Екінші теңдеуді қарап алайық, балалар. Екінші теңдеу азайғыш 45, азайтқыш белгісі сан, айырманың мәні 20. Үшінші теңдеу азайғыш белгісі сан, азайтқыш 42, айырманың мәні 18. Ал енді, балалар, осыны орындап көріңіздер. Жарайсыңдар, балалар.
Тексерейік бірінші теңдеуді. Азайғышты табу үшін айырманың мәнінен азайтқышқа қосамыз. Азайтқышты қосамыз, балалар? Сонда бізде 87 шығады. Дұрыс. Тексереміз. Азайғыштың орнына 87-ні қоямыз. Азайтқыш 24, айырманың мәні 63. Келесі теңдеуді. Азайғыш белгілі 45, азайтқыш белгісі сан, айырманың мәні 20. Ал азайтқышты табу үшін азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. Сонда бізде 25 болады. Тексереміз. 45 азайту 25 болады 20. Келесі теңдеуіміз. Азайғышты табуымыз керек. Азайғышты табу үшін, балалар, айырманың мәніне азайтқышты қосамыз. 18 қосу 42 болады 60. Ал тексерейік. 60 азайту 42 ден 18. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді біз сергіп алайық. Келесі тапсырма есепті шығар. Дастан бөшкеден 19 литр су алып, оны астауға құйғанда бөшкеде 24 литр су қалды. Бөшкеде неше литр су болған еді? Ал, балалар, алды 19 литр, қалды 24 литр, болды белгісіз. Бізге бөшке берілген және астау берілген. Сонда бастапқыда бөшкеде қанша су болғандығы белгісіз. Балалар? Оны біз X деп аламыз. Ал астауға біз осы бөшкеден алып 19 литрді құямыз. Сонда бөшкеде 24 литр су қалады. Сонда бастапқыда бөшкеде барлығы қанша литр су болды белгісіз. Шешуі 24 қосу 19. Дұрыс, 24 деген санды 20 мен 4-тің қосындысы деп аламыз. 19-ды 10 мен 9-тың қосындысы деп аламыз. 20 мен 10-ды қосып аламыз. Және 4 мен 9-ды қосып аламыз. 20 мен 10-ды қосқанда 30 қосу 13 болады. Жауабы 43 су болған екен. Ал енді балалар, біз сабағымызды бекіту мақсатында дұрыс және бұрыс пікірлер ойынын ойнаймыз. 2 центнер тең 200 килограмм. Балалар, қараңыздар. Бұл дұрыс па, әлде бұрыс па? Дұрыс. Жарайсыңдар. Келесі.
7 дециметр 8 сантиметр, ол бізде 708 сантиметр. Жоқ, я, жарайсыңдар балалар. Келесі, 700 сантиметр, ол бізде 7 метр. Дұрыс, балалар. Келесі, 50 дециметр, тен 5 метр. Жарайсыңдар, балалар. Келесі, 10 сантиметр, 100 дециметр. Жарайсыңдар, балалар. Дұрыс жауап бердіңдер барлығына. Келесі тапсырмамыз балалар, арқан тартыс ойыны. Ойнайық, я, балалар? Қай топтың жауабы дұрыс болады екен? Көрейік. 27 литр және 45 литр берілген. 45 литр 27 литрдан артық дейді. Дұрыс, балалар, жауап бердіңіздер. Келесі тапсырмамыз. 18 литр және 18 литр берілген. 18 литріміз артық дейді. Қане, жауап беріңіздер. Дұрыс, балалар, жауап бердіңіздер. 18 литр тен 18 литрге. Келесі. 65 литр және 37 литр. 37 литр артық дейді 65 литрден. Қате жауап дейсіздер, я? Өте дұрыс, 65 литр 37 литрден артық болады. Келесі тапсырмамыз. 72 литр қосу 28 литр және 99 литр берілген. 72 литрді 28 литрге қосқанда 100 литр болады. Дұрыс па, балалар, мына жауап? Қане, жауап беріңіздер. Жарайсыңдар, балалар. 100 литр 99 литрден артық болады. 100 литр азайтылған 36 литр және 24 литр берілген. Қайсы дұрыс болады? Жарайсыңдар, балалар. Өте дұрыс жұмыс істедіңіздер. Балалар, қандай әдемі ыдыстар, иә, балалар? Малдың терісінен жасалған, яғни қазақтың байырғы сыйымдылығын, өлшемдерін осылай өлшеп білген ата-бабамыз. Әлі де осы ыдыстарды қолданатын қазақтарымыз көп екен. Қарап шығыңыздар, торсық, саба берілген екен. Балалар, қазір өздеріңіздің жұмыстарыңызды үш би, төле би, қазбек би, әйтеке би, қазақ халқының бірлігін, әділдігін, даналығын сақтауға үлес қосқан тарихи тұлғалар арқылы бағалаңыздар. Жауаптың бағыты дұрыс, сен ойланғансың, бірақ әлі де нақтылық пен тереңдік жетіспейді. Бұл дұрыс жолдың басы. Ізденісті жалғастырсаң, сен де ақиқатқа жақындайсың. Бүгінгі қадам ертеңгі жетістіктің негізі. Айтарың нық, негізін мықты. Сенің сөзіңнен тек білім емес, әділетке, дәлдікке деген құрмет сезіледі. Бұл жауап дайындықтың емес, шынайы түсініктің көрінісі. Елге сөз айтар, ұрпаққа ой тастар азамат боларсың. Бұл жауап әлі қалыптаспаған ойдың көлеңкесі. Бірақ мен саған сенемін, себебі сенде үн бар, талпыныс бар. Әлі де ойланып, байыптап жауап беруге үйренсең, ертең сенде өз сөзіңмен таныларсың. Ізденген адам адаспайды. Балалар, үш би, төле би, қазбек би, әйтеке би өте ақылды, әділ, батыр, елін сүйген аталарымыз болған. Сендер де сондай болыңдар. Әрқашан шешен сөйлеңдер, дұрыс ойлаңдар, әділ болыңдар. Үш би сияқты үлкен болашақтарын жарқын болсын. Балалар, бүгін өте жақсы жұмыс істедіңіздер. Енді үйге тапсырма. Оқулықтағы 63-ші бе 9-шы тапсырманы орындайсыздар. Және ұзындықтың, массаны, көлемнің өлшем бірліктерін қайталайсыздар.
Назарларыңызға